Алматыда күн ыстық. Ыстық болғанда бір ерекше ыстық, ауа жетпейтіндей бір ыстық өткізеді. Бұндай ауа райында негізі су көп ішу керек, бастарыңыз ауырмау үшін. Сондықтан көбірек су ішіңіздер. Түскі астан кейін 30 минуттан кейін іше бастайсыздар. Және біздің Гербалайф компаниясының алоэ чай деген күшті өнімдері бар. Соларды қосу арқылы судың деңгейін күшті көтеруге болады. Суды сіңдіреді, сіңбейсіздер. Көп адамдар суыққа әуес болады. Суық емес, тәттісіз, таза су ішу керек. Сондықтан судың деңгейін көтермесеңіздер, мидағы суды 90% ми біздің судан тұрады. Сондықтан мидан суды алады. Сондықтан бас ауыратын себебі сол.